Абайдың соңғы өлеңі ешбір жинаққа енбегенін білесіз бе? Абай Құнанбайұлы өлер алдында ешбір жинаққа енбеген соңғы өлеңін айтып қалдырған. Егер сізге видео қызық болса, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. 2014 жылы бұл өлең алғаш рет жарияланған еді. Оны 1978 жылы Жидебайдағы Абай музейінің күзетшісі Ниязбек Алдажаров қария айтып берген. Екібастұз қаласының құрметті азаматы Серік Жақсыбаев бұл өлең жолдарын Жидебайға сапарында Ниязбек Ақсақалдың өз аузынан жазып алған. Ниязбек Ақсақал Абайдың туысы, шыншыл адам болған. Сол себепті бұл өлең Абайдікі дегенге тарихшылар еш күмәнданбайды. Ал Абайдың соңғы 6 жолы: күнәйім көп иллахи, кешіре көр мұнымды. Барар басқа жерім жоқ, ұсындым хаққа мойнымды. Атанам едің қара жер, аша көр енді қойнымды. Бұл жай ғана өлең емес, бұл өлім алдында айтылған шынайы тәубе. Абайдың өмірінің соңғы сәттері, жан күйзелісі осы 6 жолда тұнып тұр. Қазақ руханиятына енді қосылған бұл өлең нағыз тарихи жаңалық.